Жастау шағымызда Мұхтар ағамыздың көбелектің кеселі тұрақсыздық деседі, гүлден алған әсері екінші бір гүлге бармай өшеді деген жыр жолдары мағынасын түсінбей жиі оқитынбыз. Сөйтсек, көбелек байғұс әдемі гүлдерден көзін тие алмай, гүлден гүлге қонып жүріп, тояттамай өмірі өтеді екен ғой. Негізі менің айтқым келгені мынау еді. Өмірге заманының заңғары болатын тек тұрпаға келу кез келген жігіттің арманы деп ойлаймын. Оған бүгінде не кедергі? Бірде теледидардан Голландияда өсетін асыл тұқымды аталық бұқалардың фермасын көрсетті. Сайдың тасындай асыл тұқымды бұқалардың бойынан бір мін таппайсың. Су жемі алдында тұрған Зеңгі баба түлігінің күйіс қайтаруда бөлек қой шіркін. Бірақ асыл тұқымды аталық бұқалардың арасында тұрған ұрғашы сиырларды көзіміз шалмады. Оның себебін маманнан сұрағанда жауабы тіпті таңғалдырды. Кез келген еркек аталықтың күш қуаты көзінде болады. Ұрғашы сиырды бұқаның көз алдына көлбеңдетіп қойсаң, одан асыл тұқымды бұзау тумайды. Сондықтан біз асыл тұқымды аталық бұқалардың көзін сақтаймыз. Тек сиырлар күйлегенде ғана шағылыстырамыз. Біздің асыл тұқымды сиыр өсіру фермасының бар құпиясы осында, әрі ол ғылыми дәлелденген деп қояды маман. Малайкеш малдың өзінен асыл тұқым алу үшін еркек аталықтың көзін тыйып отыр. Бұл ақыл-есі бүтін адамға берілген сабақ емес пе? Бүгінде әр қазақтың арманы Абайдай алып ұрпақты өмірге әкелу. Бірақ біз Құнанбайдай көзімізді арамнан тие алдық па? Ағнекелеп алған асыл жары місе тұтпай, орманға қарап ұлыған қасқырдай, көзі басқаға түсіп жүрген қаншама көкжол нәпсілер жүр арамызда. Сенсорлы телефон бүгінде еңбектеген баладан еңкейген кәрінің қолында. Интернеттің лимиті шектеусіз. Смартфонның бетін аша қалсаң, тоты құстай таранған небір сылқым сұлулардың суреті толған порнографиялық эротикалық сайттар. Қадағалап жатқан ешкім жоқ. Ғаламдану дәуірінде біз секілді дамушы елдердің өмірге асыл, текті ұрпақ әкелуі тиімсіз. Тек ойы ішіп жеуден әріспайтын тұтынушы тұрғын ғана қажет. Заманында ер балалар мен қыздарға бөлек дәріс берді. Құран жаттап жатқан кішкентай қари балалардың өзін жеке тәрбиеледі. Себебі көзіңді тыйсаң, көңілің тынышталады. Көңілің тынышталса, өмірің дұрысталады. Тек ұрпақтың әкесі болғың келсе, көзіңді тый. Сіз не айтасыз? Авторы Мақсат Ысқақов.